Биыл Қазақстанда волонтерлар жылы. Әлем бойынша еріктілер саны 970 миллионнан асады. Арнайы зерттеуге сүйенсе, халықаралық еріктілердің көбі ақш-та екен. Біздің елде де еріктілерге ерекше көңілі бөлініп келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, Қазақстан волонтерлікті дамытудың жаңа кезеңіне қадам басты. Өткен жылы ақтаулық еріктілер 200-ге жуық отбасы мен 100-ден аса жалғызбасты тұрғынға әлеуметтік қолдау көрсеткен. 300-ге жуық студент еріктілер тобына қабылданған. Асқар Жолда, студент, белсенді жастың бірі. Волонтерлар корпусындағы достарымен бірге жыл басынан бері әлеуметтік аз қамтылған 5 отбасының азық-түлігін алып беріп, көмек көрсеткен. Оқу мен қоғамдық жұмысты да қатар алып жүр. Волонтерлық қызмет ол сабаққа бізге кедергі жоқ. Осы уақытымызда өзіміз келіп, елге, жұртқа, халыққа қызмет етеміз. Есік әрдайым ашық волонтерларға. Бұл деген үлкен бастама біз сияқты жастарға өз өмірін бастауға үлкен бастама. Ақтау қайырымды жандар тобының жетекшісі Нағима Түркменбаеваның айтуынша, волонтерлік жасталғамайды. Ерікті түрде қайырымдылықпен айналысқан 3,5 жылдың ішінде көптеген жанның қуанышына себеп болған. Жыл сайын арманың орындалсын балақай жобасы аясында жетімдер үйінің тәрбиеленушілеріне керегін алып берсе, қарттар үйіндегі қариялардың қал жағдайын біліп тұрады. Тіпті мүжәлсіз отбасыға үй салып беруге де өз үлесін қосқан. Айтуынша, волонтерліктің жастарға берері мол. Жақсы тәлім тәрбие алып, дұрыс бағыттан таймауға таптырмас мүмкіндік дейді ол. Жастарға бұл үлкен тәрбиелік мәні бар. Себебі бұл еріктілер болғасын, бұлар адамдармен қарым-қатынас жасайды. Адамдармен қарым-қатынас жасағасын, уже басқа адамдардың психологиядан уже біледі. Қарттар үйіне біздер көбінесе мен жастарды шақыртамын да. Неге? Себебі қарттар үйіндегі қарттарды көрген кезде жастар уже өзінің әке-шешесіне деген қарым-қатынасы өзгеше болады. Бос уақытында барып, ол біреуге көмектесетін болса, оның мынандай жаман зат жасайтын бос уақыты болмайды да. Жалпы өңірде жастардың басын бір арнаға тоғыстырған түрлі волонтерлық ұйым бар. Бірі жануарларды қорғаумен айналысса, екіншісі ерекше күтімді қажет ететін балалармен жүйелі жұмыс жүргізеді. Әлеуметтік жағынан осал топтағы азаматтарға қолдау көрсету бағыты да қарқынды дамыған. Енді осы мүдделес топтар ортақ жұмыс жоспарын құрып, мәселелерін бірлесе шеше алады. Осы мақсатта бақылау кеңесі құрылды. Сондай Қазақстан халқы ассамблеясының волонтерлар қозғалысының орталығын ашу да жоспарланып отыр. Бақылау кеңесінің негізгі мақсаты ол осы барлық әртүрлі волонтерлар ұйымдастырған шараларды ақылдасып бірге жүргізу. Сонымен қатар жаңағы кей жағдайда жаңағы әлеуметтік отбасыларды да нақты анықтау бойынша. Яғни олар қаншалықты көмекке мұқтаж, қаншалықты мұқтаж емес, немесе қай бағытқа орташа, төменгі немесе жоғары бағытқа жатама, соны анықтайтын болады. Республика бойынша достық үйлер базасында Қазақстан халқы ассамблеясы волонтерлар қозғалысының орталықтары ашылу жоспарланып отыр. Орталықтардың қызметінің бірыңғай форматын ұйымдастыру мақсатында төрт бағытта тиісті тұжырымдама әзірленді. Олар білім беру, әлеуметтік, спорт және медиация. Алдағы уақытта жоғары және арнаулы орта оқу орындарында волонтерлық корпустар ашылмақ. 100 еріктіні тіл курсынан өткізуде жоспарланған. Айман Нұрмағамбет, Амангелді Тұрахмет, Аптақпарат.